Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы 100 көлемінде ауызша қосу және азайту. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды ондықтан аттамай ауызша қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Алдымен балалар, мына суретке назар аударыңдар. Мұнда Сұлтанбек, Ерсұлтан, Аяулым әрқайсысы көрсетілген қосындыны алу үшін қандай карточкаларды жинады? Сұлтанбекке 12 саны берілген. Ол 12 саны шығу үшін қандай сандарды жинауы мүмкін? 5 және 7. 5 пен 7-нің қосындысы 12-ге тең. Сұлтанбектің басқа да сандарды жинауға мүмкіндігі бар ма? Иә, ол 8 және 4 санын жинады. 8 бен 4-тің қосындысы 12-ге тең. Сонымен қатар Сұлтанбек 6 және 6 санын жинады. 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең. Ал енді балалар, Ерсұлтанға 14 саны беріліпті. Ерсұлтан қандай сандарды жинады? 9 және 5. 9 бен 5-тің қосындысы 14-ге тең. 7 және 7. Ерсұлтан 2 жетілікті таңдады. 7 мен 7-нің қосындысы 14-ге тең. 8 және 6. 8 бен 6-ның қосындысы 14-ге тең. Ерсұлтан дұрыс жинады ма балалар? Иә, Ерсұлтан барлық сандарды дұрыс жинады. Ал Аяулым қандай сандарды жинауы мүмкін? Аяулымға 16 саны беріліпті. 9 және 7. 9 бен 7-нің қосындысы 16-ға тең. 8 және 8. 8 бен 8-нің қосындысы 16-ға тең. Сонымен қатар балалар, Аяулым тағы да 9 және 7 санын жинады. 9 бен 7-нің қосындысы 16-ға тең. Балалар, көрсетілген қосындыны алу үшін сендер де карточкаларды дұрыс жинады деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Ережені еске түсірейік. Бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерді бірліктерден азайтады. Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу үшін бірліктерді қосамыз. Мысалы, 35 пен 3-тің қосындысын қарастырып көрейік. 35 санында 3 ондық, 5 бірлік бар. Енді осыған 3 бірлікті қосуымыз керек. Ол үшін біз бірліктерді ажыратып аламыз. Яғни 35 санында 5 бірлік бар. Осы 5 бірлікке 3 бірлікті қосып көрейік. 8 болды. Демек балалар, 35-ке 3 бірлікті қосқанда 38 шығады. Біз мұнда 5 бірлікке 3 бірлікті қосып алып, оған 3 ондықты қостық. Демек барлығы 38 болды. Яғни 38 санында 3 ондық, 8 бірлік бар. Екі таңбалы санға екі таңбалы санды қосу үшін біз ондықтарды ондықтарға қосамыз, ондықтарды ондықтардан азайтамыз. Мысалы, 40 пен 34 санының қосындысын қарастырып көрейік. 40 санында 4 ондық бар. 34 санында 3 ондық бар. Алдымен біз ондықтарды қосып алайық. Бұл 4 ондық. Енді оған 3 ондықты қосамыз. Бізде 40 пен 30-дың қосындысы 70-ге тең болды. Яғни 4 ондыққа 3 ондықты қостық. Енді қалған 4 бірлікті қосамыз. Демек балалар, 40 пен 34-тің қосындысы
74-ке тең. Ал енді балалар 74 пен 40-тың айырмасын бірге шығарып көрейік. Ол үшін біз ондықтарды ондықтардан азайтамыз. Демек, 70-тен 40-ты азайтамыз. Мұнда 7 ондық берілген. Осы 7 ондықтан 4 ондықты алып тастаймыз. Бізде 3 ондық қалды. Осы 3 ондыққа 4 бірлікті қосамыз. Демек, балалар, 74 пен 40-тың айырмасы 34-ке тең. Балалар анасына тоқаш пісіруге көмектесті. Әлия 23 тоқаш, ал Сырым одан 5 тоқаш артық пісірді. Сырым неше тоқаш пісірді? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бізде Әлияның пісірген тоқашы белгілі. Әлия 23 тоқаш пісірді. Ал Сырымның пісірген тоқашы белгісіз. Ол Әлияға қарағанда 5 тоқаш артық пісірді. Есептің шешуін біз қосу амалымен шығарамыз. 23 пен 5-тің қосындысы 28-ге тең. Демек, балалар, есептің жауабы Сырым 28 тоқаш пісірді. Келесі есепке назар аударайық. Балалар 38 тоқаш пісірді. Анасы 40 тоқаш пісірді. Балалар анасына қарағанда неше тоқаш кем пісірді? Алдымен есептің шартын құрайық. Бізге балалардың пісірген тоқашы белгілі. Балалар 38 тоқаш пісірген. Анасының да пісірген тоқаш саны белгілі. Анасы 40 тоқаш пісірді. Ал енді сұраққа назар аударайық. Балалар анасына қарағанда неше тоқаш кем пісірді? Бұл есепті біз азайту амалымен шығарамыз. 40 пен 38-дің айырмасы 2-ге тең. Демек, балалар анасына қарағанда 2 тоқаш кем пісірді. Ал енді астындағы тұрған суретке назар аударайық. Мұнда 40 тоқаш тұр, яғни анасының пісірген 40 тоқашы тұр. Енді осыдан 38 санын қалай азайттық? Бірге шығарып көрейік. 38 санында 3 ондық бар. Алдымен біз 3 ондықты азайтамыз. Яғни біз 40 тоқаштан 30 тоқашты азайттық. Енді 8 тоқашты алып тастаймыз. Яғни 2 тоқаш қалды. Балалар анасына қарағанда 2 тоқаш кем пісіріпті. Келесі тапсырмаға зер салып қараңдар. Балалардың анасы таңғы асқа сүзбе, ботқа, құймақ дайындады. Ал сусынға шай, шырын әзірледі. Таңғы астың әртүрлі неше нұсқасын құрастыруға болады. Кестені толтырып, өз жауабын тексер. Яғни, балалар, таңғы асқа неше нұсқасын құрастыруға болатынын кестеге қарап білуге болады. Мысалы, шай мен сүзбе, шай мен ботқа, шай мен құймақ ішуге болады. Немесе шырын мен сүзбе, шырын мен ботқа, шырын мен құймақ жеуге болады. Демек, балалар, таңғы астың 6 түрлі нұсқасын құрастыруға болады екен. Осымен, балалар, сабақ аяқталды. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар, балалар.